Бүгін Шымкент қаласында Күміс қалам республикалық жас жазба ақындар дуэлі өтті. 4-ші рет ұйымдастырылған бұл байқау биыл қазақ балалар әдебиетінің классигі ақын Өтебай Тұрманжанұлының 120 жылдығына арналды. Шымкент қаласы әкімдігінің қолдауымен өткен әдеби шара жастардың поэзияға деген қызығушылығын арттыруды және жаңа таланттарды танытуды мақсат етті. Байқауға еліміздің әр өңірінен келген 18 бен 35 жас аралығындағы 16 жас ақын қатысты. Олар поэзиядағы шеберліктерін көрсетіп, шығармашылық әлеуеттерін дәлелдеуге мүмкіндік алды. Әдеби додада ақындардың туындыларын Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты ақын Жанарбек Әшімжан бастаған қазылар алқасы бағалады. Қазылар құрамында қазақ әдебиетінің майталмандары болды. Осы мереке қарсаңында, ұлыстың ұлы күні қарсаңында дәстүрлі үлкен өнер додасы бүкіл осы биыл 4-ші рет өткізіліп отыр. Қаратау дәстүрлі өнер мектебінің ұйымдастыруымен бүкіл республикаға, елімізге үлгі боларлық үлкен өнер жобасы. Күміс домбыра, күміс қалам, оған биыл мінекей күміс көмей дейтін үлкен біздің дәстүрлі бағыттағы әншілерімізді, орындаушыларымызды қолдайтын номинация қосылып жатыр. Осы орайда мен күміс қалам жобасын ерекше атап өткім келеді. Өткен себебі бұл тәуелсіздік дәуіріне дейінде, тәуелсіздік дәуірінде де бұндай жекелеген мүшәйра болып жатты әрине, бірақ дәстүрлі осындай өнер додасы орны ойсырап тұрды. Кеше енді арғы дәуірдегілерді айтпағанда біздің алдыңғы буын Маралтай, Әмірхан, Жарас, Бауыржан Бабажанұлы, Батырболат Айтболатұлы, Сәндібек Жұбаниязов кеше 90-шы жылдары көшеде жүріп, әлеуметтік тауқыметті белортадан кеше жүріп, қазақ өлеңін бір биікке белеске көтерген, одан кейін қалыптасқан буын біздің бауырларымыз, достарымыз Бақытжан Алдияр, Бақыт Беделханұлы, Алмат Исәділ, Құдайға шүкір енді қатары көп, толқын көптеген қыздар бар. 2000 жылдары біздер Қазақстаннан үлкен форум болып, 300-ден аса жастар Алматы қаласында сол форумда, соның 30-ы жазушылар одағына сол форум нәтижесінде мүше болып қабылданған. Соның бәрі бүгін міне жастары жердің ортасына елуге келді. Ақындар екі кезең бойынша сынға түсті. Алғашқы кезеңде олар өз туындыларын оқып, жеке шығармашылықтарын таныстырды. Ал екінші кезеңде берілген тақырып бойынша суырып салмалық қабілеттерін көрсетті. Байқау барысында қатысушылар өзара тартысты өнер көрсетіп, жиналған қауымға ерекше әдеби кеш сыйлады. Бүгінге бастап алған жыр додасының мәнінде маңызды мүлде бөлек, ерекше. Бұл жай ғана қалыптағы бір тақырып беріп, соны ғана жырлап жүлдені күтіп отыратын жыр мүшәйрасы емес. Бұл ақындар арасындағы сөз сайысы, дуэль, яғни бірінші кезеңнен өткеннен кейін өзіңнің қазылар жұптаған ақынмен бірге соның өлеңінің тақырыбына сай дүниелерді оқып қана нағыз дуэль жасап, көрерменнің де қазының да бағасын алатын өте ерекше жыр додасы. Қателеспесең, бастап алғанда 4-ші рет өтіп жатыр. Осы 4-ші ретте халық арасында, оқырман арасында, әдебиет сүйер қауымның, жастардың арасында өте бір жылы қабылданған жобалардың бірі. Дәл бұның осы Наурызнама 10 күндігінің ішіндегі мәдениет және салт дәстүр күніне орай және қазақ балалар әдебиетінің негізін салған Өтебай Тұрманжанұлының 120 жылдық мерейтойы аясында ұйымдастырылғаны бүгінгі сайыстың маңызын одан ай жоғарылатып тұр. Күміс қалам байқауы жас ақындарға үлкен шабыт беріп, олардың шығармашылық жолына тың серпін әкелді. Байқау соңында жеңімпаздар арнайы марапаттарға ие болып, көрермен әдебиетке сусындаған әсерлі кештен тарады. Наргиза Төреқұл, Айдәулет Жаумбай, Жетжет Ньюс. Қазақ балалар әдебиетінің классигі ақын Өтебай Тұрманжановтың 120 жылдығына орай Күміс қалам республикалық жас жазба ақындар байқауы өтті. Жарысқа 18 бен 35 жас аралығында ақындар қатысып, өз шығармашылығын ортаға салды. Сайыстың шарты бойынша ақындарды іріктей келе, 8 ақын өтіп, байқау барысында бір-бірімен дуэльге шығып, өнер көрсетті. Іріктеуге республикада мысалы айтыскер жыршы термешілер одағы бар, поэзияға қатысты мамандар бар. Әр жергілікті филиалдармен ақылдаса отырып, сол өңірлердің үздік ақындарын шақырамыз. Өңірлердегі үздік ақындарын өздері іріктеп бергеннен кейін Қазақстан бойынша ең үздіктердің үздігін анықтаймыз ғой.
Жарысқа қатысқан қаламгерлер өздерінің өлеңдерінде бүгінгі қоғамның мәселелерін, ұлттық құндылықтарды, адамның ішкі сезімдерін терең меңгеріп, түрлі тақырыптарда ой қозғады. Жиын соңында жеңімпаздар марапатталды. Күміс қалам бұл жас таланттарды қолдайтын және қазақ әдебиетінің өркендеуіне өз үлесін қосатын маңызды алаң. Сондай-ақ сайыстың қорытындысы бойынша 2025 жылғы күміс қаламды қызылордалық ақын Ақжол Түменбай алды. Гаухар Алдаберген, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.